Сәлем достар, сіздермен бірге мен Аржан, және бүгінгі видео өте жаңа жылдық видео. Яғни бүгінгі видеода мен сіздермен бірге үйімді жаңа жылға сәндейтін боламын. Мен қазір базарға жиналдым. Базарға барып бізге жаңа жылға әртүрлі заттар алу керек. Одан бөлек самый главный бізге елка алу керек болады. Бізде бұрын өте кішкентайынан да ғана бір настольный елка болатын еді да. Қазір енді үйге бұрышқа қойып қоятын. Хотя мен бойымдағыдай или мынандай сияқты бір биіктікте елка іздейміз базардан, себебі базарда әлде қайда арзанырақ, еще выбор да көп. Поэтому базарға сіздермен бірге қазір шопинг жасаймыз. Сол жерден еще басқа да ойыншықтарды алатын боламыз. Давайте мен тезірек кетуім керек, потому что басқа адамдар мені күтіп қалды, ал мен мында видео түсіріп жатырмын. Все, кеттік, сосын басқасын сосын түсіндірем. Короче, бір. Біз қазір елка іздеп жүрміз, елка. Мынандай ұнап тұрмаған десең, ойнап айтам. Бізге мынандай биіктікте елка керек та, короче. Мында новогодний заттар көп екен, барлық жерде жаңа жылдық заттар бар екен. Бірақ маған қазір елка керек, елка. Осы жер ғой, короче, мынандай елкалар бар, бірақ та бұндай биік бізге керек емес. Мамаға мынандай елкалар ұнап тұр да, понимаете? И бұл арзанырақ гораздо. Ал мына елка маған ұнап тұр. И бұл қымбат, 55 мың. А мынау 8500. Қайсын таңдаймыз деп, маған бірақ ақшам жетпейді. Маған максимум 20 мыңға керек, одан қымбат болмау керек. Короче, мұнда заттар көп екен. Қазір осы жерге кіріп, гирлянда сондай заттар қарау керек. Мұнда бәрі қымбат. Маған мына елкалар ұнап тұр. Мыналар жынды, я? Прям Pinterest қойналар. Мынандай да болады негізі ше. Мынаны қарам. Короче, бәрі қымбат. Жаңа жылға үйді сәндемейтін болдым деп па. Біз елка таңдадық, ойыншықтар таңдадық, гирлянда таңдадық. И мына продавец мені прям қатты күшті алдап жатыр. Мен саған ғана берем дейді ғой, короче. Жарайды дейсің ғой. Өтірік сенген құсап, жарайды ала салайын дедім ғой, короче. Мынандай елка таңдадық. Короче, біз біраз зат алдық, біраз болғанда елка алдық. 21 деңе мыңға елка алдық. Игрушки алдық. Қазір енді такси заказ беріп, сосын, наверное, үйге баратын шығарымыз, или басқа жаққа қарамыз. Гирлянда алдым, в принципе, бәрін алдым. Үйге барамыз қазір. Ана продавец деген кәдімгідей күшті заттардың барлығын сатқызып маған. Біз сұрадық та бағасын, кетіп қалдық ғой тыныш қана, я? И сосын ары қарай қайтарып алды да, что вы хотите деп, короче, сөйтіп. Біз елка алып, енді үйге баратырмыз. Таныс қойыңдар, бұл менің Аржан деген досым. Біз үйге келдік, елканы алып келдік. Енді бұны, наверное, кешке жинайтын боламыз үйдегілермен. Достар, біз қазір мұнда кулинарный бардак болып жатыр. Поздний обед ішуге осындай рамен алдық әйтеуір. Нағыз шарить етеді. Параллельно мұнда имбирный пряник жасап жатырмын. Традиция бойынша жыл сайын жасап тұрамын, білесіздер ғой, әр влогмасында. Вот, қазір соны жасап жатырмын. Сіздерге видео түсіруге еще үлгеріп жатқан жоқпын. Міне эстетика сіздерге, міне осы керек па деді. Сонымен достар, мен қамырды дайындап болдым. Енді прям әдемі көрінбесе де, зато дәмі деген күшті болады. Қазір енді бұның бетін жауып, біраз уақыт холодильникке қойып, қатқанын күту керек. Достар, просто посмотрите, қандай күшті закат болып жатыр мұнда. Кайф. Сонымен достар, алған заттарын көрсететін болсам, көп зат алған жоқ. Біз осы жолы осындай бір елка алдық. Бұл елканың бір бөлігі, и мұнда тағы да елканың астыңғы бөлігі уже жинап бастадым. Қазір ары қарай сендермен бірге жинайтын боламын. И осы жолы осындай ойыншықтар алдық. Қып-қызыл түсте барлығы. Слишком көп түс болса, тоже бір-бірімен үйлеспей қуып кетеді да. И это дешево көрінеді да. Елка осы заттар алдық. Еще осындай кішкентай гирлянда. Сондай жіңішке гирлянда, бірақ та күшті жанып тұрады. Бұл бізде батарейкаға. Енді біз бұны сосын орайтын боламыз. В принципе, тек қана осы заттарды алдық. Қазір енді біз сіздермен бірге елканы жинайтын боламыз.
тағы да жаңа жылдық заттар қарауға бара жатырмын, базарға барам и фикс прайсты да көрем. Вот, тағы да бір заттар алу керек, бірақ нақты не алатынымды білмеймін, бірақ бірдеңе алу керек. Тағы да бірдеңе қосу керек, әйтпесе елка жеткіліксіз. Осындай ауа райы бүгін күшті болып тұр. Мен базардан мынандай бір заттар алып келдім. Біріншісі ол бізде осындай бір ветки, новогодний веткилар. Қазір бұны бүйтіп ашып, дұрыстап не істеу керек. Бұны, наверное, диванға, немесе стенкаға, телевизордың алдына қойып қойсаң, сондай новогодний атмосфера болады да. Бұл бізде 2 метр ма, сондай 2,5 метр. Қазір біз сіздермен бірге жайып, дұрыстап бір жерге қоюымыз керек. Может, бұны даже екіге бөліп екі жаққа қойсақ болады. Короче, көремін. Сосын бір осындай бір гирлянда водопад алдым. Бұрын бізде водопад болған негізше, бірақ та сол водопад вообще жоқ болып кетті да, жоғалтып алдық па білмеймін. И сосын осындай бір водопад алдым. То есть сөйтіп қабырғаға немесе пердеге жабыстырып қоятын ұзын бірнеше гирляндалар болады ғой, короче. Өздеріңіз білетіндей, негізінде мына диван бізде мына жерде тұратын еді ғой. Сосын ол диванды мен мұнда жылжыттым. Енді ана жерге мен қазір елка қоятын боламын. И бізді қазір осы жерде бізге мына аппақ қабырғаны сәндеу керек. Бұл жерге мен как раз жаңағы гирлянданы алған болатынмын. Мына жерге гирлянда, мұнда елка болады. Мұнда, наверное, жаңағы ветканы қоямын. Достар, мен водопад гирлянданы жабыстырып болдым. Мына жерінде негізі оққа тығатын жері осылай астына жетіп тұру үшін. Мына екеуі артық қалды да, екеуін көрдіңіздер ме? Мынандай екеуі тағы да бүйтіп тұрады. Бізде еще мынандай бір гирлянда бар. Осы гирлянданы мен қазір мына шыршаға жабыстыратын білетін болам. Oh, the weather outside is frightful, but the fire... Вуаля, осындай красота пайда болды. Қараңыздар, өте атмосферно болып тұр. Мына жерде не очень болып тұр, бірақ та басқа менде идея жоқ, қалай дұрыстайтынымда. Is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Now it doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low, so let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate to go out and look. Бүгінгі видео соңына жетті. Мен күштілеп тұрып үйді сәндеп болдым. Көріп тұрғандарыңыздай, артымда осындай красота пайда болды. В принципе, это максимум, что я смогла сделать, деуге болады. То есть мен барынша тырыстым, бұдан күшті қылдырып жасай алмайды екенмін. В принципе, маған ұнап тұр. В принципе, үйде сондай бір жаңа жылдық атмосфера пайда болды. Мен миссиямды орындадым. Сіздерге де сол атмосфераны, сондай бір жаңа жылдық көңіл күйде сыйлай алдым деп үміттенемін. Және, негізінде біз жыл бойы былай үйімізді сәндемейтін едік. Жай ғана бір кішкентай елкаға қанағат етіп отыратын едік та. Бұл жылы мен кішігірім басқаша қылдырып, барынша жаңа жылдық көңіл күйді оятуға тырысып жатырмын. Осы жаңа жыл енді жылда бір рет болып тұрады ғой, енді дұрыс қой енді. Поэтому сол бұл көңіл күйді сезініп, сондай бір атмосфераны сезініп қалғым келеді да, потому что біз білмейміз ғой жаңа жылда өмірде неше рет тойлайтынымызды деген сияқты. Сол себептен наоборот, осындай жаңа жылға жетіп отырғанымызды тойлау керек біз. Поэтому бұл өте күшті мереке. Сол себептен де үйді де күштілеп сәндеп, барынша атмосферасын сезіну керек та. Әйтпесем, өмірдің мәні кетіп қалады егер сен ерекше событияларды күтпесең, тойламасаң, қандай да бір көңіл күйді сезінбесең, онда әрине өмірдің бір мән мағынасы кетіп қалады да. Еще біз диванды қозғалтып, кішкене перестановка жасадық. Енді Құдай қаласа алдағы уақытта Крисмас видеоларды күтіңіздер, влогмастар күтіңіздер. Сонымен, ендігі видеоларда кездескенше пока-пока. Барлықтарыңызды келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын.